Assalomualaikum do'stlar. Sizlarмен birga men Dilar. Так, bugun bizde video do'stlar. Qanday video do'stlar? Videoning naзваниясында жазылып turganday bankomat тоноо операциясы. Do'stlar, bugun biz bankomat тонайтын боламыз. Достар, банкоматты қалай тонайды дейсіздер? Банкоматты осы ойыннан тонап көрген адамдар бар шығар, может. Мен бүгін бірінші рет тонайын деп тұрмын, сол банкоматты тонап көретін боламын, достар. Алдыңғы бөлімде, достар, мен кішкене позитивный не қылған болатын. Точно сондай болу керек, походу. Енді, достар, мен Lamborghini сатып алдым, одан кейін осындай керемет Porsche сатып алдым, тюнингті алған. Сосын мынау менің үйім, мынау жазда салынған. Ал, достар, ол банкомат қаяқта, достар? Ол банкомат бізде мына жақта. Банкоматқа қазір барғаннан кейін, достар, көрсетеміз. Міне, достар, біз де келіп қалдық банкоматқа. Мына жерде банкомат деген әдейі осындай мафиялық не бар. Возьмите прицеп и привезите банкомат дейді. 11.250 теңге береді екен, достар, банкомат тонасақ. Білмеймін, онда точно банкомат тонаймыз ба? Көреміз. Достар, бұны тонауға түнге жақын бару керек. Любой уақытта тонай беруімізге болады, бірақ түнде барған енді қызықтылау болады. Бірақ түн деген бірақ түнге дейін қайдал. Достар, сол үшін лайктарыңызды басып, подписать етіп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Қазір, достар, күтіңіздер, мен бірдеңе істеп алайын. Достар, мен болдым. Қазір, достар, біз банк тонаймыз. Ал ендеше дайынсыздар ма? Ендеше білесіздер не істеу керек екенін. Жаңа айтып өткендей, лайк басыңыздар, подписать етіңіздер, қоңыраушаны басыңыздар, астына түсіп кішкене. Ал, достар, ендеше банкомат тонау операциясына кеттік. Достар, мен болдым. Ал, достар, кеште болып жатыр. Мен кішкене біраз жүре тұрдым. Енді қазір банкоматтың жанынан өтіп кеттік. Банкомат басқа жақта, достар, осы жерде де ойлап қалмаңыздар. Қазір біз осы жерге банкоматта кіреміз. Так, енді pitте. Так, жай банкомат тонауға барамыз. Жай кәттік. Шығайық, осы жақтан шығамыз. Тоқташ, ненің прицебі? Тоқта, мен дым түніп отқан жоқпын. Ең бірінші жерде ойнап отқасын. Машина слишком далеко дейді. Блин, машинаны мен дәл жанына қоймаппын ғой. Так, осылай дәл алдына қойып қоямыз. Так, кішкене ыңғайланып қойып қойық. Осылай шығуға. Дегенмен банкомат тонайын деп отырдық қой біз деген. Так, мынаны жағып қоямыз, фарды жағып қойық. Істеміз да, мынаны басамыз. Все ілінді. Енді бізге банкоматқа бару керек. Ал банкомат артта 6 километр бар оған бару үшін. Ал енді мына прицепті әдемілеп ұстап алайық. Мен ойлаған багажникке саламыз ба деп. Бізде Porsche деп багажник бар. Мен алдында қараған. Так, достар, енді біз тез барайық. Таксилер не алып жүр? Таксилер түнде жүрмейтін еді ол. Клинки Лада Веста.
2 километр қалды. Оба. Келдік. Міне осы жерге келеміз. Міне банкомат. Осы банкоматты қазір тонайтын боламыз. Ал хоп, кетті. Тонап тастадық, салдық. Енді барып, бізге ана жерге қойып кету керек. О май гад, прицеп аударылып жатыр. Е-мое. Банкомат түсіп қалмаса болды, тек фарымызды жағып қойып. Айбай, мынау секундпен екен ғой. Так, келдік. Так, енді бізге мына жаққа апару керек. Мына картада көрсетіп тұр. Осы жаққа барамыз. Келдік уже. Жоқ, келдік, точно? Тоқта. Тым түсініп отқан жоғым. Әде, ана жерге апарамыз анау. Осы жерге келеді екенбіз ол. Ал, миссия выполнена, короче. Достар. Так. Не вот. Блин. Қай достар, күтетіңіздер, реклама қойды. Все, достар. Так, енді, бензин аз. Енді, достар, менде неше машина бар? Менде екі үйім бар. Еще машина көп. Мен санаған болатын 15 машина екенді. Так, рекламамен тез не қойып, достар, күтетіңіздер. Все, достар, келесі бөлімде, достар, мен подключение түтіңізіш, достар. Менің астында жазылып тұрғы подключиться к сетовой игре деген. Соны басатын болам. Мен білем, достарым көп. Осы ойында со достарыммен ойнайтын болам. Білмеймін, енді тауып алсам о достарымды. Достар, мен өзім машинам, қанша машинам бар екен көрсетейін, достар. Осы Porsche, сосын 1, 2, ана жерде 3-ші машинам бар, Lada Vesta 3, сосын ана жерде сағда 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 машинам бар, достар. Менде 17 машина бар. Точно ма, бірақ білмеймін. Қайдан сайыншы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Тоқта! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Я, достар, точно 17 екен. Ал кеттік, ал. Дерзкі кетті ғой. Бұл, достар, сосын бұл дерзкі дрифт жасай алады, достар. Просто дрифт жасамай жатыр. Міне, осылай жасайды дрифтті, достар. Ал енді осылай жасайды, осылай әдемі дрифт жасайды, просто бомбизный дрифт жасайды. Ойнама Поршемен десең, достар, бұл видеоның еңбектерімді төгіп, достар, мен сіздерге қызықты контенттер түсіріп жатырмын. Оған да енді сіздер баға беріп кетуіңіздеріңіз керек қой. Сондықтан да 3-ші рет айтып жатырмын. Лайк басып, подписать етіп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Оны білетін шығарсыздар сіздер енді. Давай, достар, көп жүре бермей, гонки атсақ, давай. Қызық идея келді маған. Гонки атсақ, атжанный деген 15.350 теңге береді. Достар, бұда енді қызық болады. Мынау, достар, білем, бұлар модтар. Сен қақтан білесің десеңіздер,
Мен білемін, өйткені бұлар фарларын жағып келмей жатыр. Ал фарларын жақса, бұлар модтар емес. Ал фарларын жағып келмесе, онда мод емес. Ой, не деп кеттім, короче, түн болғанда мен сіздерге моб емес адамдарды көрсетсем, дәл қазір. Бірақ видео ұзақ болып кететін сияқты. Сондықтан да сосын ойбай, сосын гонка жарысып жатыр достар. Бір жағынан өзіме тағы да бір машиналар сатып алуға ақша, тағы да бір машина сатып алуларыма ақша жиналады. Бір жағынан өзімнің каналыма керемет подписчиктеріме контент. Бұл қалай достар? Бұл өте керемет идея ғой. Ема, жаман секіріп кеткен. Еще жаман дефт беріп жібердім. Мынау да гараж достар. Осы гаражда мен керемет машиналар сатып алған тұғым. Біраз машина сатып алған. Ішінен барлық машина сатып алған. Мен финиш жақын екен ғой. 15.000 победитель, награда 15.350 теңге. Еба. Ой, блин, адам небісіне дейіп рекламалар көбейіп кетті. Достар, шаршап кеттім просто. Ал достар, болған шығар енді. Осымен достар, видеоны аяқтаймыз. Достар, осындай керемет бөлім шықты бүгін. Порше сатып алдым, және де банкомат тонадым, және де гонкаға қатыстым. Бұл керемет қой достар. Ал достар, осымен видеоны аяқтаймыз. Лайк басып қолдап кетіңіздер, коммент жазбай қойыңыздар. Мен себебі кішкентай баламын. Коммент жазылмайды кішкентай балдарға. Сондықтан достар, осымен видеоны аяқтаймыз. Сау саламат болыңыздар. Келесі бөлімде кездескенше, келесі бөлімде не істеймін достар, оны сол бөлімде көресіздер. Ал енді достар, осымен видеоны аяқтаймыз. Сау саламат болыңыздар.